Рахмет, бар екенімізді, нар екенімізді осы шаңыраққа тілеулес жан екенімізді білдіріп, той құтты болсын деп бір қол соғып қойсаңыздар болады. Ассалаумағалейкум, текті елдің төріне келіп жайғасқан, ұлы даламыздың ұлағатты ұрпақтары, қайырлы күн, әдемі дастарханның төріне келіп жайғасқан, бүгінгі тамаша, керемет, бесік той қалай болады екен деп мән-жайын ойласқан, құрметті ет жағын, ең жағын туысқандар. Бүгін осы дастарханның баталы, шаңырағы аталы болған, талай жандарға үлгі-өнеге болатын жанұяның төрінде, қыпшақтардың елінде әдемі көптен күткен думанды тойдың куәсі болып тұрмыз. Өйткені осы шаңырақтың көз қуанышы, жүрек жұбанышы біздің Дінмұхаммед ұлымыздың бесік тойы деп, осы ұлымыздың, немереміздің қуанышы деп, қуаныштан төбелер көкке бір елі жетпей, даладай дастарханын жайып, 90 түрлі дәмін қойып, арнайы арғымағатын сойып отырған, мәртебесі биік, Алла тағала нәсіп берген, нәсібіне сай кәсіп берген Гүлнар анамыздың Пархат мырза мен Елмира ханымның жасап жатқан тойлары тойғыл болсын деп бір қошеметпен құттықтап қойсаңыздар болады. Тойыңыз, қуанышыңыз тағы да құтты болсын. Гүлнар ана, көңіл-күйіңіз қалай? Тамаша. Керемет. Тамаша, керемет деген кезде шапалақ ұрмасаң біртүрлі болып қаласың. Енді мынау Гүлнар ана бүгінгі қуанышта, бүгінгі тойда сіз қалай жүрсеңіз, келген қонақтар да, келген барлық меймандар да дәл солай жүреді. Сіз бір нәрсені уайымдап жүрсеңіз, келген қонақтар да уайымдап қалуы мүмкін. Не болды, Гүлнар жота күлмей жатыр ғой деген сияқты. Күліп жүріңіз, шаттанып жүріңіз, тойыңыз, қуанышыңыз құтты болсын дейміз. Міне немеренің қуанышы құтты болсын. Қазір былай жасайықшы, мынау оң қанаты, сол қанаты осы екі жақтың көңіл күйін байқап, сіздің құрметіңізге бір музыка болсын. Осы жерден немеренің қуанышына бір қолыңызды көтеріп, былғап бір амандасып, ортаны бір айналып келсеңіз. Бірінші оң қанаттан бастайсыз. Сол кезде бүгінгі той, бүгінгі қуаныш, толқуын басып, көптен күткен дүбірлі той ғой деп, арнайы шапалақ ұрып, қошемет қағып, Гүлнар анамызға бір қошемет демеп қойыңыздар. Ортамызда тойымыздың егесі, қуанышымыздың егесі, Дінмұхаммед ұлымыздың әжесі Гүлнар анамызға қошеметтеріңіз. О, әні шапалақ қошемет, елек-елек, о! Есіміңіз? Ахмаджан. Ахмаджан ханым. Есіміңіз де ақ екен өзі. Әпкеміздің жақсы көретін светі? Ақ. Дұрыс. Ақ. Болды, жайғаса беріңіз. Керемет.